Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бұл пицца әдісі. Қазіргі заман талабына сай жасалынған әдістердің бірі. Бұл әдісті біз қалай қолданамыз? Бұл әдісті кез келген сабаққа қолдануға болады. Сабақтан, өткен сабақта пысықтаған кезде және жаңа сабақты қорытындылаған кезде қолдансаңыз болады. Енді әр бөлікте сұрақтар бар. Міне, бала осы сұрақтарды ала отырып, сұраққа дұрыс жауап берсе, бала пицца бөлігін өзімен бірге алатын болады. Егер де дұрыс жауап бермесе, келесі оқушы сабаққа қатысатын болады. Бұл әдістің тиімділігі, мысалы, сабаққа қызығушылығы төмен балалардың сабаққа деген қызығушылығы артады. Үлгерімі төмен балалар да сабаққа өте белсенді қатысатын болады. Шашатын ертеңіме жарық партадан, қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға.